Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 5-ші сынып қазақ тілінен 30-шы сабақты өтеміз. Ғажайып ағаштар тақырыбы. Бірінші тапсырма: мәтіндерді оқыңдар. Нан мен сүт қалай алынатынын еске түсіріңдер. Нан ағашы Үндістан мен Малайя аралында өседі. Оның асқабақ тәрізді жемісі болады. Кейбірінің салмағы 25 килоге дейін жетеді. Ағаш жемісінің крахмалы көп, дәмі бидайдың наны сияқты. Жергілікті тұрғындар осы нан ағашының жемісін бөлшектеп, турап, қуырып ас етеді. Сондай-ақ әлгі жемістерді салқын шұңқырға салып, құрамындағы крахмалды ашыту арқылы қамырға ұқсас қоспа алып, одан дәмді тоқаш пісіреді. Енді келесі мәтініміз сүт ағашы туралы. Сүт ағашы Бразилияда сүт беретін ағаш бар. Ол Амазонка өзенінің жағасында өседі. Жергілікті халық оны сорвейра деп атайды. Сорвейра ағашының бір жерін кертіп қалса, одан сүт сияқты ақ шырын саулап қоя береді. Өзі сүттен сәл қышқылдау, сондықтан оны алғаш тағам ретінде пайдалана қоймаған. Кейіннен ботаниктер зерттеп, оның сиыр сүтінен ешбір кем еместігін анықтаған. Халықтың айтуынша, ақшырынға аздап су қосып пісірсе, дәмі сүттен айнымай қалады екен. Ағашты бір сауғанда 2-4 литрге дейін сүт алуға болады екен. Генетикалық материалды ресурстары ақпараттық желісінен алынған. Енді мәтіндерге қандай ортақ тақырып қоюға болады? Нан мен сүт ағашы туралы деп ат қойсақ болады бұл екі мәтінге де. Енді келесі: нанды қандай өсімдіктерден алады? Нанды бидайдан және нан ағашының жемісінен алады. Адамдар қай жануардың сүтін пайдаланады? Сиыр, қой, ешкі сияқты жануардың сүтін пайдаланады. Келесі сұрақ: халық арасында нан мен сүтті қалай атайды? Нанды нан, ас нан, сүтті ақ деп атайды. Келесі мәтіндегі ағашты сау деген тіркес дұрыс па? Бұл сөз қандай мағынада қолданылған? Дұрыс, бұл тіркес ағаштан ақ шырын алу, яғни шырынды ағаштан ағызып жинау мағынасында қолданылған. Енді келесі жаттығу: қою әріппен берілген сөздердің синонимдерін тауып жазып, бірнеше сөйлем құраңдар. Бұл жерде қою әріппен тәрізді, тұрғындар, салқын, ұқсас, пісіреді деген сөздер көрсетілген. Солардың синонимін жазамыз. Тәрізді, ұқсайды, сияқты. Тұрғындар, халық, ел адамдары. Салқын дегеніміз суық, ызғарлы. Ұқсас, тәрізді, бірдей. Пісіреді, дайындайды, қуырады. Халық, ел, жұрт. Тағам, ас, азық. Зерттеп, қарап шықты, тексерді. Аздап, сәл, кем мөлшерде, айнымай қалады, яғни өзгермейді, сол күйінде қалады деген мағынаны береді. Енді осыған бірнеше сөйлем құрап көрейік. Бұл жемістің дәмі нанға ұқсайды. Жергілікті халық оны ерекше пайдаланады. Қыз салқын су ішті. Олар жаңа тағам дайындап пісіреді. Ғалымдар бұл өсімдікті көптен бері зерттеп келеді. Егер аздап су қосса, дәмі айнымай қалады. Келесі жаттығу: Алматының қақ ортасындағы ғажайып ағаш өсуде. Бейне жазбасын тамашалап ой бөлісіңдер. Алматының қақ ортасындағы ғажайып ағаш өсуде. Мен бұл бейнероликтен Алматы қаласының ортасында өсіп тұрған ерекше ағаш туралы білдім. Қалада өссе де ол табиғатқа төзімді, әдемі өсіп тұр екен. Ағаш адамдарға сая, таза ауа береді. Қалай күтім жасалса, табиғат та солай адамдарға жақсылық қайтарады. Бұл ағаш Алматының сұлулығын арттырып, қаланы көркейтеді. Біз осындай ағаштарды қорғап, көбейтуіміз керек деп ойлаймын. Енді келесі жаттығу: көп нүктенің орнына қосымшаларды, орфографиялық заңдылықтарды сақтап жазып, себебін түсіндіріңдер. Өсімдіктердің қорғануы. Енді көп нүктенің орнына сөздерді қоямыз. Жалауларды: шағатын түкті жапырақтары өсімдіктерді аш жануардан,
жануарлардан қорғайды. Өсімдіктерді жануарлардан. Қап-қатты жапырақтарды жануарлар шайнай алмайды. Жапырақтарды. Тікенектері жануарларды өздерінен алшақ жүруге мәжбүр етеді. Өздерінен жануарларды өздерінен алшақ етуге мәжбүр етеді. Кермек дәмі өсімдіктерге жануарлардың екінші рет жоламауына кепіл болады. Жоламауына. Келесі жаттығу: еліміздің аумағында әулие ағаштар бар ма? Осындай табиғат ескерткіштері туралы хабарлама жасаңдар. Сөз саны 30 болсын деп тұр. Енді Жаркент өңірінде халыққа әулие ағаш атауымен танылған алып ағаш бар. Ол 7 ғасырдан бері өсіп тұрған ағаш. Жуандығына 6 адамның құшағы әрең жетеді. Мұндай алып ағаш әлемнің 3 елінде ғана бар. Енді бұл жерде бізде 30 сөз жазылған. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сөз жазылған. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментарий жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.